Жетісу облысы прокуратурасы жастар арасындағы есірткі құқық бұзушылықтарының алдын алу бағытындағы жұмысты күшейтуде. Осы мақсатта облыс прокуроры Бауыржан Жұмақанов студенттер мен оқушылармен кездесу өткізді. Іс-шараға прокуратура, әкімдік, полиция органдары және спорт саласының өкілдері қатысып, жастармен ашық диалог жүргізді. Кездесу барысында облыс прокуроры заң талаптарын сақтау қоғам қауіпсіздігінің басты кепілі екенін атап өтті. Оның айтуынша, есірткі қылмыстары үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ал есірткіні өткізу фактілері бойынша қылмыстық жауапкершілік 14 жастан басталады. Шарада танымал спортшылар жастарды салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Сондай-ақ денсаулық сақтау саласының мамандары синтетикалық есірткінің адам психикасына кері әсері мен тез тәуелділік тудыратын қаупін түсіндірді. Айта кетейік, жыл басынан бері Талдықорған қаласы бойынша 144 адам психобелсенді заттарды қолдану фактісімен тіркелген. Мамандардың айтуынша, олардың басым бөлігі жасөспірімдер. Жасөспірімдердің денсаулықтары қазіргі таңда олар организм енді ғана қалыптасу үстінде, даму үстінде болғандықтан синтетикалық есірткіні жасөспірімдердің организмін қабылдауы бірден тез болуы мүмкін. Себебі психикалық тәуелділік ол синтетикалық есірткіні бір қолданғаннан да 100% тәуелділікке алып келетіні дәлелденген. Әлемдерді бағындыра білген спортшыларды да шақырдық. Сондықтан осы мына жастар соларға қарап бой түзеп, және елдің отан сүйген адамгершілігі жоғары мемлекетіміздің болашақ экономикасының өсіміне үлес қосатын азаматтар ол өссін деген, білсін деген ниетпен, оймен бүгін сол үлкен кездесу шараларын өткізіп, әрине ол шарада толыққанды ақпараттандыру жұмыстары жүргізілді.